Стоматологияны естеймін. Жүрем бе біреудің аузын шықалап, мен хирург болам, мен кардиохирург болам, мен нейрохирург болам деп жүрген абитуриенттер. Бүгінгі видеом сіздерге арналады. Көптеген абитуриенттер, студенттер, интерндар сұрап жатады. Айтатын ақылдарыңызды, кеңестеріңізді, ойларыңызды осындай YouTube форматқа жазып барсаңыз, қалай қарайсыз, біз оны қайта-қайта көріп алатындай, керек кезде пайдаланатындай деді. Сол үшін мен осындай атмосферада, осындай бағыт бойынша YouTube'ты жалғастыратын боламын. Сіздерден тек қана лайк басу, чтобы басқалар да оны көру үшін, сосын менің каналыма тіркеліп қою. Өйткені менің бір бастасам, оны нәтижеге жеткізгім келеді. Официальный 100 мыңдық аудитория жинап, күміс кнопка алуды сіздер арқаларыңызда бұйыртсын. Ал бастайық. Абитуриенттер, сіздерге бірінші, ең соңына дейінгі көмектесетін бір ғана кеңес, ол мамандық. Мамандықты дұрыс таңдаңыздар. Өздеріңіз үшін таңдаңыздар. Ата-анаңыздың қалауымен емес, басқасымен емес, анау зор болып кетіпті дегеннен емес. Например, мына врачқа қызығып, мен врач боламын деп, вдруг оған ұқсамайтын қаласын. Или болмаса, мама папаңыздың айтқанынан шығамай, ойбай, жоқ, балам, хирург боласың, бұрында мен сен хирург болуыңды қалайым, анау мына, вдруг сізге ұнамайды. Енді представьте, сіз осы мамандыққа түсесіз, до конца, прям жылың өміріңіздің соңына дейін сол мамандықта жүресіз, өзіңізге ұнамайтын. Вдруг сіз қаннан қорқатын шығарсыз, вдруг сізге өлген адам көру ұнамайтын шығар, вдруг сізге инъекциялар ұнамайтын шығар. Ал медицинада оны істеу керек болады бәрін. Өлгенмен де жұмыс жасайсыз. Жиркену деген нәрсе болатын болса, оған да былай айтқанда үйренуге болады, бірақ қиын үйренесіздер. Ол түсініп тұрсыздар ғой. Сол үшін ең главный мамандықты өзіңізге таңдап алыңыз. Сізге точно ұнай ма, ұнамай ма? Грант көп бөлінген үшін емес, не болмаса биологияның ответтері оңай болған үшін емес, не болмаса химияға тапсыру оңай болған үшін емес. Просто медицинаға түсуден алдын дайын болып барыңыздар. Өйткені ол жерде сіздерді мама папаңыз болмайды, былай айтқанда, туысқаныңыз болмайды. Сосын мама папаңыздың айтқанымен оқуға кіретін болсаңыз, ол жерде сізді мама папаңыз емес, сіз оқисыз. Сіз қиналасыз, жылайтын сіз, рубежка тапсыратын сіз, экзамен тапсыратын сіз. Апайдың алдында бүйтіп деп отыратында сіз ол бар нәрсе. Түсініп ғой. Егер сіздің мамандығыңыз болмаса, өміріңізді 5 жыл, 4 жыл бекерге құртып аласыздар. Не үшін 5 жыл, 4 жыл? Медицина деген 6, 7, 10 жылдық емес па? Көбінесе сол 4-5 жылда өзі студенттер, өздерін қаламаған студенттер битіп шығып кетеді, саттира көп оқып қалады медицинадан. Бірінші, екінші, үшінші курста өлген күнде бит оқып жүреді, базар жоқ. Респект. Оқиды. Но, к сожалению, өкінішке орай, көптеген студенттер 5-ші курстан әкем бит шығып кетеді. Потому что мен өзім көрдім, 7 жылда Астана медицина университетінен оқып шықтым. Сол жерде қаншама адамдар өздері қаламай түскендер бит оқудан шығып кетті. Это факт. Өмір сондай, өзін көремеді болашағын. Сол сияқты сіздерде пока уақыт бар. Біреу Қытаймен бизнеске кетті, біреу басқа бизнеспен кетті, анау-мынау өйткені өздері қаламай түскен. Оқығысы келмейтін еді басқа. Сондықтан мүмкіндік барынша өздеріңіз оқыңыздар, өздеріңіз тапсырыңыздар, өздеріңіз реттеңіздер. Бұл ең главный мамандық таңдап алу, именно медицинский сферада. Екінші айтатыным ол грант. Қалай болса да грантқа түсіңіздер. Платный болса да оқи берем. Анау-мынау медицинаға не канает. Түсініп тұрсыздар ғой. Сіздердің басқалар оқулары сияқты 4 жылдық емес. 3 жылдық, 4 жылдық өнер емес. Сіздерге 6 жылдық как минимум болу үшін. Арқарай сіздер тоқтап қалмайсыздар ғой. Арқарай мен хирург болам дейтін адамдар тағы да 3 жыл оқиды. Кардиохирург болам дейтіндер вообще 4 жылға кетеді. Это резидентура. Сіздер 6 жыл мысалы үшін платный оқи алмайсыз ғой. Қымбат. Муада осы 2023-24 жылда 2 миллион болған. 1,900,000. Еще сіз 5 стипендия, еще сіз общежитиеда берілмейді. Түсініп тұрсыз ғой? Потому что платныйсың дейді. И сіз жүресіз. Мен не істеп қойдым? Нақ мен платный оқып қалдым. Анау-мынау. Мүмкіндік бар ма? Старайтесь по максимальный грантқа түсуге. Андай ой болмасын тағы. Платный оқи салам, сосын грантқа ауыса салам. Вдруг ауысамай қаласыз. Түсініп тұрсыз ғой? Енді бұл да өзіңізге байланысты. Вдруг ауысып кететін де шығарсыз. Мен ештеңе шеше алмай қалатын шығармын, или айтқандарын бір тиын болып қалуы мүмкін. Но старайтесь Құдай беріп тұрған грантты пайдаланып алуға.
одан кейін бүйтіп өкініп сөйтіп жүрмейтіндей. Енді тағы да ұзын сөздің қысқасы, асықпа. Не үшін бұлай айтып тұрмын? Өйткені менің дайректіме жазады бір күн бір абитуриент. Ағай дейді, мен 11 класс оқушысымын. Енді мен медицинаға тапсырайын деп отырмын, ішінен лорға барам. Лорды бітіргеннен кейін мен жұмыс таба алам ба дейді. Не үшін 10 жылдан кейінгі нәрсені елестетіп жатыр? Не үшін 10 жылдан кейін нәрсені ойлап жатыр? Түсінбеймін мен ана жерде. Миым бит загрузка болып қалды. Базы жоқ, енді анау 10 жылдық нәрсені ойлау керек, анау мұсылман кісінің жұмысы планмен болу керек деп айтатын шығарсыздар. Я, планмен болу керек, бірақ 10 жылдан кейінгі уайымды қайтесіздер. План болу керек, бірақ уайым болу керек емес та. Мен битем деген план болсын, бірақ уайым болмасын. Не істейсіздер уайымдап? 10 жылдан кейін мен лорға жұмыс таба аламын ба? Айналайын, дәл қазіргі істейтін нәрсені істесеңіздер, дәл қазір сіздер не істеулеріңіз керек? Бірінші орында УБТ-ны жақсы тапсырып алыңыздар. Жақсы тапсырыңыздар, жақсы балл жинаңыздар, грантқа, универге түсіңіздер, бірінші курсқа түсіңіздер. Анатомия, физиология, гистология, былай айтқанда морфологияны жақсы үйреніңіздер. Бірінші курстың бірінші сессиясынан өтіп көріңіздер, ауырлығын сезініңіздер. Артынан екінші курсқа барып, патан дегенді оқыңыздар, фарманы оқыңыздар, 3-ге барып практикадан өтіңіздер. Вдруг сіз ұнамайтын шығар сізге. Вдруг сіз бір қанды көрдіңіз, топпет талып қалдыңыз, все, медицина не мое дедіңіз, шығып кеттіңіз. Одан кейін 4-ке же 4-тен 5-ке 5-тің госыны тапсыр. Ол да оңай емес, государственный экзамен. Оны бітіріп 6-ға жет, 6-ның государственный экзаменде. Бұлай айтқанда сен диплом алу-алмауыңды шешетін экзамен бар. 2023 жылы біздің жылда 14 студент диплом ала алмай қалды. Оны өт. Аман есен жет сол күндерге. Дипломды алды интернатураны күн. Одан кейін барып резидентураға грантқа түс. Конкуренция деген көп. Мысалы үшін бакалаврға түсіру үшін грант деген көп қой. Яғни общая медицинаға алыр. Лорға болатын болса, определенный бір мамандықтарға грант слишком аз болады. 8-ақ грант жылда. 6 грант, эндокринология деген мамандықтарға вообще 2-ге ғана, 3-ге ғана бөледі. Офтальмология деген вообще бөлмей қалған 2023-те біздің Астана медицина университетінде. Так что өйтіп қатты уайымдап кетудің қажеті жоқ. Түсінбеймін не үшін өйтіп қатты уайымдайтындарыңызды. Так что вообще асығу, анау-мынау керек емес. Бастапқыға деген жақсы жүріңіздер, өздеріңіз мамандық таңдап алыңыздар, грантқа түсіп алыңыздар, болды. Жазда демалыңыздар сосын. Уайымдап, не болады екен? Емес. Миларыңызды четко демалдырып, рахаттанып, күшті болып университетке келіңіздер да, сол жерде бастаңыздар оқуды. Қажет емес өйтіп уайымдап, андай істеу деген. Сосын ағаймен қай мамандыққа баруды білмеймін деп түсінетін айтатын студенттер бар да. Мына менің видеоларым арасында этаптары бар. Мысалы үшін бакалаврға мынанша жыл оқиды, интернатура мынанша жыл оқиды. Соны бір қарап шығыңыздар, прям түсінік болады. Бірақ сіздер бірінші общая медицинаға тапсырасыздар. Одан кейін бөлінеді, дальше резидентура таңдайсыздар. Типа гинеколог болам, уролог болам, хирург болам, травматолог болам дегендер. Олар дальше болатын, например, неонтолог болам дейтін болуы мүмкін. Не болмаса гинеколог болам дейтіндер. Олар потом болады. Қазір сіздер общая медицина деген үлкен бір тақырып бар, соған түсесіздер. То есть үлкен бір мамандық. Не болмаса сол. Сосын егер сіздерде стоматологияға желание болса, біреудің ауысын шұқалап жүрем бә демесе, соған тапсырыңыздар. Гранттарыңыз жетіп тұрса, өкінбейсіздер. Стоматология вообще кайф мамандық. Реально айтамын сіздерге, күшті мамандық. И әрбір общая медицинаның бір 3-ші курстарындағы студенттер сұрасаңыздар, кезінде стоматология түсе салу керек деп айтады бір. Сосын общая медицинаны бітірген студенттер інілерін, өздерінің сестренкаларын стоматолог қылдырады. Мен, например, ең кішкенемді стоматолог боласын деген. То есть қызықтырғам да, мынандай қара, мынандай плюстар бар, мынандай бар деп қойып. Так что осы айтқым келген видеолар бір қарап шықсаңыздар, менде полный бакалавр жайлы, интернатура, резидентура жайлы информейшндар жетеді. Сіздерден только просто көріп шығу. Өздерің үшін ғой, мен үшін емес. Дұрыс қой? Сәттілік оқуларыңызға аман есен УБТ тапсырыңыздар енді.